Қатты қорқатын Ғайшаның жүрегі су ете қалды. Бір сұмдықтың болатынын іштей сезіп жүрген еді. Бүгін болады деп ойламады. Оның үстіне Арман да үйде жоқ. Айсұлу асықпай ішке кірді. Төрге барып жайғасты. Қанша сабырлы болайын десе де, іс-қимылынан қаһарлы екені білініп тұр. Аяқ-қолы дір-дір етіп аузы көгеріп кеткен. Сен қыз, бері кел деді. Мама, кешіріңізші. Мен келін болдым, келмеген соң тоқтат сандырағыңды. Қалың малды алып жаратып жібергенімізді білесің ба өзі? Мені қарабет қылмай тұрғанда қайта үйге. Менімен бірге кетесің деді, қалш-қалш етіп. Мама, барғым келмейді, өтінемін мама дей беріп еді. Айсұлу орнынан атып тұрды. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шықты. Ауылға барғанда сазайыңды беремін, қазір түс алды ма деп иығынан нұқып жатыр еді. Арман түскі асқа кіріп келді. Айсұлудың білегінен ұстады да, Ғайшаға екінші тиісуші болма деді. Ойпырмай, мына жетімектер жетіліп қапты ғой. Өз қолың өз аузыңа жеткен соң бағып қаққан адамды ұмыттың ба деді. Олай міндетсінбеңіз. Таяқтан басқа не көрсеттіңіз? Әңгіменің қысқасы, Ғайша ауылға қайтпайды. Құлқындарыңа жаратқан қалың мал сымақты өзім тауып беремін деді ашуланып. Қапелімде Арманнан мұндай жауап күтпеген Айсұлу үнсіз тұрып қалды. 6 бөлім. Айсұлу біраз үнсіз тұрды да, енді Арманға қарап айқайға баспақшы еді. Оның от ұшқындаған қаһарлы жанарына қарады да көзін тайдырып кетті. Мелшиіп біраз тұрды да, келген ізімен сыртқа беттеді. Есіктен шыға бере, қалың малдың дей беріп еді, өзім апарып берем деді де есікті сарт еткізіп іштен жапты. Айсұлу ауылға жүретін автобуста отырып ұзақ ойланды. Арманнан іштей қорқып қалғанын мойындағысы келмеді. Ендігі жоспары, Садыққа айтып Арманды таяқтың астына алғызып бағындырылды алмақшы. Тек сол жоспарын медеу тұтып қайтып келеді. Ауылға жеткенше өтірікті ұйқастырып келеді. Мені ұрды. Қаладағы квартира иелерінің алдында масқарамды шығарды, қуып шықты демекші. Үйге кірген бойда Садықты іздеді. Ол бейшара, сұр жыланның кеткенін пайдаланып, бөтелке іздеп дүкен жағалап кеткен еді. Кешке дейін зорға шыдаған Айсұлу Садықтың алдынан шықты. Сылқия тойған күйеуін көріп ойынан еріксіз айныды. Себебі аяғынан зер тұрған ол сөзді түсінбек түгілі, естуге қауқарсыз еді. Табалдырыққа құлаған бойда қорылдап ұйықтап кетті. Ашуланған Айсұлу тіпті Садыққа қарамады да, атап ары бері өтіп жүре берді. Таңертең бетіне су шашқаннан Садық шошып оянды. Көзін ашқаны сол қатыны зарлай жөнелді. Арман мен Ғайшаны жамандап, біздің күніміз мынау, ал балаларын керемет өмір сүріп жатыр деді жыламсырап. Қызың қарабет қылып қашып кетсе де үндемейсің, енді ұлың маған қол көтерсе де үндемейтін шығарсың деді өтірік жылап. Айсұлудың мінезін беске білетін Садық, ештеме деп жақ ашпай үйге кіріп кетті. Артынан елі жетіп келді. Бірдеңе десей дегендей Садыққа қарады. Садық бұрылды да. Айсұлу, олар не десе де жөн, өздері білсін. Неке боп, не шеше боп жартпадық. Қайта олардың аяққа тұрып кеткендеріне қуан, болмаса үйде жүрер еді, көзіңе күйік болып. Осыны айтты да, Садық сыртқа шығып кетті. Айсұлу аң-таң. Мыналар ақылдасып алғаннан сау ма, лде мен жынды болайын дедім ба деп отырып қалды Фариза. Сендерге көрсетемін ле деп тістенген ол, көрші ауылға жиналды. Бар ойы Ғайшаға құда түсіп келген үйге барып, Ғайшаның адресін бермекші. Тек солай ғана құтыламын деп ойлады. Көрерміз қарындасыңды басып алып қашып кеткендегі түріңді, жетімек деп сыбырлаған ол жанына келіп тоқтаған таксиді де байқамады. Көрші ауылға деген ол, машинаға мініп кетті. Келерін келіп алып, не айтарын білмей тұрған ол, көршінің кішкентай қызын шақырды. Одан болашақ күйеу баласының үйінде бар жоғын біліп алды да, шақырып жіберуін өтінді. Ештеңеден бейхабар Ғани сыртқа шықты. Көшеде болашақ енесін көрген ол сасып қалды. Аузына сөз түспей ақырын басып жанына келді. Үнсіз амандасып келіңіз деді. Айсұлу неден бастарын білмей, айналайын Ғанижан, Ғайша қалада жұмыс жасап жатқанын білесің. Тойға дейін ақша жинаймын деген. Келіп адресін сұрағаныңда шошаңдап кездеспей-ақ қойсын деп бермеген едім. Қызым тойға дайын екенін айтып еді. Барып сөйлесерсің, болмаса ештеме демей алып қайт. Қызым ұялшақ, өте ұяң деп өтірікті судай ағызды. Қуанып кеткен Ғани адрес жазылған қағазды алып міз боп қала берді.
Айсұлудың қуанышы қойнына сыймай, адресіңді 2 күн шарлап, таныс білістен зорға тауып едім. Көрейін өселеңді жетімек деп өз-өзіне күбірлеп кетіп бара жатты. Жалғасы бар. Деп отырып қалды Фарид. 7 бөлім. Ғани ертеңіне қалаға жиналды. Болашақ жарын көріп тілдесіп, орайы келсе келіншегі етіп алып келмекші. Үй ішіне дайындалыңдар деген Ғани, қайдасың, Алматы деп жүріп кетті. Адрес бойынша қақпаның алдына келіп тоқтады. Ішке ақырын кірген ол, үлкен үй алдындағы кішкене времянкаға бұрылды. Есік айқара ашық тұр. Іште Арман мен Ғайша ши ішіп отыр. Екеуі де жұмысқа асығуда. Есікті қаққан Ғани кіруге бола ма деді. Екеуі де бейтаныс жігітке тесіле қарап қалды. Ғани келген жағдайын айтып бастап еді. Ғайшаның жүрегі су ете алды. Арман мені соңына жеткізбей тоқтатып тастады. Есімің кім еді? Ғани. Қарындасымды қанша уақыттан бері танисың? Суреттен көргенмін, өзімен алғаш рет. Сен сонда көрмеген адамыңа үйленіп кете бересің бе? Жоға, соған енді. Қарындасым тұрмыс құруға дайын емес, бұл бір. Ал екіншіден, сені тіптен танымайды да. Ол өз сүйгенмен бақытты болуы керек. Мен анама солай серт бергенмін. Я сол анаңыз мені жіберді. Ғайша тұрмыс құруға дайынмын, аздап ақшада топтап алдым депті. Біздің анамыз қайтыс болып кеткен. Ол кеміздің екінші елі, және оның біздің өмірімізге араласуына хақысы жоқ. Түкке түсінбей тұрып қалған Ғани үнсіз біраз уақыт өткізді. Енді сыртқа беттегені сол, Арман ілесіп бірге шықты. Қақпаға дейін шығарып салды. Кетерінде Ғани кешірім сұрап, ештеңеден хабары болмағанын, орайы келсе Ғайшамен тілдесіп, кездесіп қайтпақшы болғанын айтты. Арман үндемеді. Бірақ бұл кездесу екеуінің де жүрегіне жылулық сыйлағандай болды. Ауылға келген Ғани үйіне көңілсіз кіріп келді. Барлығының анық-қанығын білген анасы бірден қалың малдың жартысын не болады деп сұрады. Ғани Арманның беретінін айтса да, бас тартқанын айтты. Үй ішіне ауыр тыныштық басты. Ғани сол кездесуден кейін тыныш ұйықтай алмады. Алғашқы кездесудегі Ғайшаның биязы мінезі мен солғын бейнесі көз алдына келе берді. Бұл жүрісім болмас деген ол, бір жетіден соң қайта қалаға аттанды. Ғайшада сол кездесуден кейін Ғаниға деген бір түрлі жылы сезім жүрегінде қалып кеткен еді. Бұл күнде Ғайша білдей бір университеттің деканы. Педагогика ғылымдарының докторы. 2 ұл, 1 қыздың анасы. Алматыда өз отбасымен тұрады. Күйеуі қаладан ауылға көтерме бағамен киім жібереді. Саудамен айналысады. Арман отбасымен шетелге кеткен, жұмысынан тәжірибе алмасуға жіберген 2 жылға. 2 жыл Садық пен Айсұлуды Ғайша қолына алған. Ағасы келгенше шал мен кемпірді өздері бағып қақпақшы. Жұмыстан қайтпақшы болып университет алдына шыққан Ғайшаның алдына қап-қара көлік тоқтады да, сұлуымды бүгін өзім алып кетейінші жұмыстан деп бір шоқ гүлімен Ғани түсіп келе жатыр екен. Көлік ішінде оқудан қайтып келе жатқан қызы да отыр екен. Соңы